Ертіс өңірі өз ұлдарын ұлықтап жатыр. Қымбатты көрермен, Иса Байзақовтың туғанына 125 жыл толды. Осы мерейлі мерекені бүгін Павлодар облысының жұртшылығы тойлап жатыр. Ұлттық спорт ұлықталып жатыр. Бастамашы болған облыс әкімі Байханов Асайын Қуандықұлы. Біз дәуір дүбірі дәл осы іс-шараны таспалауға келдік. Нақтылап өтетін болсақ, бүгін көкпардан жарыс болып жатыр. Оның сыртында қазақ күресінің палуандары анықталады. Және біз таспалайтын қос бірдей бәйгі бар. Бірі топ, екіншісі аламан. Енді келіп жатқан жүйріктерге көз жүгіртіп көрдік, көз сүйсінеді. Бірақ солардың арасындағы жүзден жүйрігі бар ғой. Олар қайсысы болады? Міне соны сіз бен біз бірге білеміз. Құрметті көрермен, назарларыңызда бүгінгі топ бәйге қатысатын жүйріктер. Бәйге басталғанша аттардың атымен таныстырып өтейін. 74-ші нөмірдегі Биллионер, 8-ші нөмірдегі Анатар, 21-ші нөмірдегі Барбара, 28-ші нөмір Мерген, 68 Мақпал, 67 Сахип, 39 Роза, 70 Құйын, 19 Қазына, 73 Айторы, 30 Диля, 36 Ара, 54 Сарарқа, 48 Нұрай, 66 Жұлдыз, 43 Апорт, 49 Асау жүрек, 60 Бақторы, 7 Жібек, 63 Айка, 51 Қаражады, 10 Қазмойын, 35 Азия. Одан кейін Жетісу облысынан келген Аполлон, тағы Павлодардың Жетісуы, Құлагер, 65-ші нөмірдегі, 52-ші нөмірдегі Айқаракөз, 58 Молли, 53 Жезкиек. Жалпы жиыны 28 жүйрік бәйгіні бастауға дайын тұр. Қазір бас төрешінің белгісінен кейін біздің бүгінгі топ бәйге басталады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі Алла оңдасын, ақ жолына бастасын, сәйгүліктеріңнің тұяғы таймасын, Иса атамыздың әруағы шат болсын. Аллаху акбар. Міне қымбатты көрермен, топ бәйгінің тұлпарлары бәйгіні бастады, төреші белгі берді. Міне қараңыздар, ауыздықпен алысып, бүгінгі топ бәйгінің жүйріктері көсіліп, Иса Байзақов атамыздың 125 жылдығына арналған дүбірлі тойды бастады. Міне қараңыздар, ертістің шаңын көтеріп, жүйріктеріміз жүйткіп бара жатыр. Айта кетейік, бүгінгі бәйгі 15 шақырым. 15 шақырым жаңа ғана айттым мен. Жалпы жиыны 28 жүйрік, 15 шақырым 6 рет айналады. Үздігіне, бірінші орын келгеніне автокөлік беріледі. Қараңыздар, үздік создық бүгінгінің тұлпарлары жүйткіп бара жатыр. Бірнеше екінші айналымда біздің жүйріктер ауыздықпен алысады, шабандоздармен айқасады. Олай айтуымызға негіз бар, өйткені бірінші екінші айналымда қандары қызып тұрған арғымақтар ауыздықпен алысады, жылдамдығын үдетеді. Бір ентігін басып алатын бұла күші бар. Сол күшпен екі айналым жүйткіп шығады. Одан кейін тізгінді татқан шабандоздар сабырға келтіріп, тұлпарларын орта шабысқа келтіреді. Соңында қайтадан тақым тастап, қамшы салып, қайтадан жылдамдық қосады. Міне осындай қызық бәйгіні сіз бен біз бірге тамашалап тұрмыз. Міне көзді ашып жұмғанша бірінші айналым аяқталуға жақындап келе жатыр. Міне бұрылысқа жақындаған қосатты көріп тұрсыздар. Екеуі де жоқ, бірі қара болса, екіншісі тор екен. Міне қараңыздар, торы 65-ші нөмірдегі тұлпар екен. Одан кейін 53, 74. 65 Құлагер, 53 Жезкиек. Одан кейін 74-ші нөмірдегі Биллионер. Міне осы үш жүйрігіміз бірінші айналымда топ бастады.
келіп жатыр, шығып кеткен ат бұрылмай. Бір келе атқан жаңа. Bir келе атып қойын ол. Назарларыңызда 4 тұлпар, 4-еуі де өте жақсы жылдамдықпен жүйткіп бара жатыр. Қателеспесек, сол топ бастап бара жатқан 65-ші нөмірдегі құлагер болу керек. Бапкері Айбол Мейрамбекұлы Еділ ағамыздың жүйрігі, Алматы облысы Жамбыл ауданынан келген тұлпар. 4-еуі топ бастады. Ізін алып келе жатқандардың да шабысы жаман емес, қуып келе жатыр. Жоқ, топ бастаушылар ауысқан секілді. Торы тұлпар топ бастап бара жатыр. Қазір нөміріне көзіміз жетсе айта түсеміз. Алдыңғы топта келе жатқан 4 жүйріктің қарқыны бәсеңсіді, бірақ ізін алып келе жатқан топтың шабысы үдеп келе жатыр. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін топтасатын түрі бар. Екінші айналым аяқталды. Мына үшінші айналымды аяқтауға біздің жүйріктеріміз жақындап келе жатыр. Топ бастап келе жатқан 3 тұлпар. Үшеуі бір орта шабысқа салғандай. Аттарын демеп келе жатыр 3 шабандоз. Артында келе жатқан тұлпарлардың да шабысы жаман емес, өздеріңіз байқап тұрсыздар. Барлығы бірінің аңысын аңдып, шабысын бағып келе жатыр. Бір-бірін ұзата қоймайды. Мына үшінші айналымда аяқтауға жақындап келе жатыр. Күрең, қарагер және торы. 52, 53, 74. 52, 53, 74. Топ бастап баратқан үшеу осылар. 52-ші нөмірдегі Айғара көз. Ал 53-ші нөмірдегі Жезкиік және 74-ші нөмірдегі Биллионер. Осы 3 тұлпар топ бастап бара жатыр. Бір жүйрік 6-7 метр көлемінде алда келе жатыр, қалғандары топтасып ізін алып келе жатыр. Керемет көрініс, керемет шабыс, қараңыздаршы. Барлығы да енді соңғы 2 айналымды күтіп келе жатыр. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін 2 айналым қалады. Соған сақтап келе жатыр. Тынысы кең,
көсіліп шабатындар күтіп келе жатыр. Мына қараңыздар, әуелде топ бастаған 74-ші нөмірге ұқсаттым. 74-ші нөмірдегі тұлпар болса, бұл әрине миллионер. Оның сыртында 22 мен 53-тің де шабысы жақсы еді. Біздің алдымызда кетіп бара жатқанда олар топқа қосылған секілді. Қазір біздің жанымызға келген соң атын атап түсін түстейміз. Кең көсіліп, бауырын жазып, төрт аяғын тең тастап шауып бара жатыр. Бірақ артында келе жатқан жүйріктердің де шабысын, жалпы тынысын біз қазір тыңдап көреміз, естіп көреміз. Қайсының күші бар, қайсысы топ бастайды, қайсысы бас жүлде автокөлікті ұтып алады. Қазір осы айналымнан кейін анықталып қалады. Міне, айтып ауыз жиған жоқпыз, алдымызға келді. 52-ші нөмірдегі тұлпар екен, 52 мен 58 топ бастап баратыр. 52-ші нөмірдегі жаңа ғана біз айтқан жүйрігіміз әрине ол Айқаракөз. Mana екі айналым қалды, қымбатты көрермен. Алдында кетіп бара жатқан 52-ші нөмірдегі жүйрігіміз Айқаракөз ғой. Топтан ұзап кеткісі келіп келе жатыр, бірақ артында келе жатқан жүйріктерде Айқаракөздің шабысын бағып келе жатыр. Кім біледі, егер дәл осы шабыспен жүйткей беретін болса, Айқаракөз бас бәйгені жеңіп алуы бек мүмкін, бірақ артында шауып келетін тұлпарлар оңай беріле салмайды. Ішінде шайқасатын, Айқаракөзбен шайқасатынын бірдексі шығатын ақиқат. Керемет шабыс, керемет көрініс. Қымбатты көрермен, қазір біздің алдымызға келгеннен кейін бір айналым қалатын білесіздер. Топтасып келе жатқан тұлпарлар сіздердің назарларыңызда алдын алып келе жатқан Айқаракөз. Айқаракөз жеңіл шауып бара жатыр. Енді соңғы сәтті күтіп келе жатқан сияқты. Айқаракөздің бапкерде асықпа, осы қарқыннан жаңылма деген кеңес айттыруы бек мүмкін. Әлде күш керек, әлде соңғы 500 метрлікке жылдамдық қосатын шыдамдық керек, шапшаңдық керек, күш керек. Соған дайындап бара жатыр Айқаракөзді үстіндегі шабандоза. Ана Айқаракөз назарларыңызда Асланбек Әбдіғал. Асланбек балуан. Асланбек шабандоз. Асқар емес. 21-19-10. 58-8-7. 21-19-10. 21 Барбара. Соңғы айналым, қымбатты көрермен, соңғы айналым. Айқаракөз топ бастап бара жатыр. Міне ізін алып келе жатқан тұлпарлардың шабысын қараңыздаршы. Айқаракөзге құйрық түстесіп қалғанда үшеуі. Біреуі 58 ба, 68 ба. Көзіміз жетпей тұр. 19-ші нөмірдегі тұлпарымыз және жанында шауып бара жатқан, лесіп бара жатқан тұлпарымыз бар. Үшеуі де Айқаракөзді басып озды. Айқаракөздің шабысы баяулап қалды 52-ші нөмірдегі сіздердің назарларыңызда.
58 ба 68 ба 3-ші орында кетіп бара жатқан 19 топ бастап бара жатыр. Жанындағы тұлпарға көзіміз жетпей тұр. Қазір көзіміз жетсе оның да нөмірін айтып, атын атаймыз. Үшеуі де асқар емес, үшеуі де соңғы бұрылысты күтіп келе жатқандай әсер қалдырады. 19, 10, 58. 19. 19 қазына. 10-ші нөмірдегі Қазмойын және 58-ші нөмірдегі тұлпарымыз үшеуі топ бастап келе жатыр. Қымбатты көрермен, Молли. 19. Қымбатты көрермен, қазына. 10-ші нөмірдегі тұлпарымыз Қазмойын, қазына, Қазмойын, Молли. Қазына, Қазмойын, Молли. Осы үшеуі топ бастап келе жатыр. Ізін алып келе жатқан, қарап қойық тағда, Молли ізін алып келе жатыр. Қазына мен Қазмойын топ бастап бара жатыр. Соңғы бұрылысты күтіп келе жатқандай. Ал әуелден топ бастаған айғара көздің шабысы баяулап қалды. Күшін сарқып алғанға ұқсайды. Мені қымбатты көрермен, қараңыздаршы, не деген шабыс, не деген қарқын. Үш тұлпарымыз соңғы бұрылысқа жақындады. Қазына, Қазмойын, қайсысы жүйрік, қайсысы тұлпар, қайсысы бүгін автокөліктің иесі атанады. Мені жаңа ғана айттық. Еш қайсысы оңай беріле салмайды. Барлығы жүйрік, барлығы тұлпар. Баспай күшін барын салып келе жатқан жүйріктеріміз. Әрине екеуі 58 бен 10, 58, 10, 58, 10, 58-ші нөмірдегі тұлпарымыз ол әрине Молли, бүгінгі бәйгінің жеңімпазы. 58, екінші орын 13-ші нөмірдегі Қазмойын, одан кейін барып келген жүйрігіміз бар, ол 19-ші нөмірдегі Қазына. Міне үздікшілік анықталды. 4-ші келетқан қайсысы, қазір бірге байқайық. 5 орынға жүлде тігіліп отыр. Қымбатты көрермен, сол себептен де 4-ші орын мен 5-ші орынға да назар салып қойыңыздар. 4 топ келе жатқан 21-ші нөмірдегі жүйрігіміз ғой бұл. 21 Барбара 4-ші орынға ие болды. Ал 5 топ келетіні қайсысы? Көзге ілінбейді. 5-ші орынға ие болатын жүйрігіміз көзге ілінбейді. Алыста келетқанға ұқсайды. Енді барлығы жүйрік, қымбатты көрермен, бірақ мықтысы Молли болды. Шығыс Қазақстан облысының арғымағы Молли бүгінгі бас бәйгені жеңіп алды. Міне 5-ші келетқан Астананың арғымағы Анатар. Шабандозы Жоламан. Сіздердің назарларыңызда желіп келе жатыр. Бұның да еңбегі бар. Бұның да тері бар. 300 мың теңге 5-ші орынға қымбатты көрермен. 1-ші орынға автокөлік, 2-ші орынға 1,5 миллион. 3-ші орынға 700 мың, 4-ші орынға 500 мың, 5-ші орынға 300 мың теңге. Құрметті көрермен, жүлдеге ие болған 5 тұлпар анықталды. Барша атбегілерді және шабандоздарды бүгінгі бәйгісімен құттықтаймыз, ал біз келесі бәйгі аламанға ойсамыз. Бәйгелердің төресі аламанға қатысатын арғымақтар міне ақырын жарыс алаңына шығып жатыр. Осы тұста таныстырып өтейін. 21-ші нөмірдегі Фогер, 20-ші нөмірдегі Ақтанау, 9-ші нөмірдегі Бахадыр, 28-ші нөмірдегі Ақбағай, 15-ші нөмірдегі Тайфун, 29 Малыш, 19 Алауқыз, 4 Хан, 12 Ғазиза, 30 Қайсар, 18 Фен дейді, қызық екен, 17 Байғасқа, 11 Рокки, 16 Жұмыртұяқ, 26 Торшыбар, 7 Ғажап, 23 Аққұйрық, 13 Береке, 10 Қаршыға, 31 Балкерім, 54 Памир, 55 Тұран, 3 Тәуекел, 2-ші нөмірдегі Самұрық, 5-ші нөмірдегі Ел Торы,
1-ші нөмірде үш қара, 27-ші нөмірдегі лашын, 25 қозы күрең, 8 барс және 44-ші нөмірдегі толағай. Міне осы 30 жүйріктен қайсысы бүгін оза шабады? Бірге тамашалаймыз. Қымбатты көрермен, міне назарларыңызда бүгінгінің жүйріктері. Міне қымбатты көрермен, аламан бәйгінің арғымақтары бүгінгі бәйгіні бастады. 30 жүйрік дінаман сөреден шықты. Міне кетті жүйріктеріміз ауыздықпен алысып, топ бастауға талпынып бара жатыр барлығы. Түсінікті өйткені бәйге аңсап тұр, шабыс тілеп тұрған шаң тиместер бұлар. Міне Елдос бауырымыз хабарлады, 10 айналым, 25 шақырым. Осы тұста дәл осы Иса Байзақов атамыздың 25 жылдығына арналған дүбірлі тойдың дүркіреп өтуіне бастамашы болған облыс әкімі, Павлодар облысының әкімі Асайын Байханов ағамыз. Дәл осындай бәйгі ұйымдастыруға себеп болған, осындай керемет жүлде түгілуіне мұрындық болған облыс әкімдігіне алғыс айтып кетеміз. Соның сыртында жүлдеге тігіліп отқан 2-ші орыннан 5-ші орынға дейінгі жүлдені ұйымдастырған облыстық ұлттық спорт федерациясы және ұлттық спорт федерациясының құрметті президенті Жасбай ағамызға да ерекше алғыс айтып кетеміз. Міне, айтып ауыз жиған жоқпыз, бірінші айналым бітті. Бірінші айналымды аяқтап келе жатыр. 27-11 7. 27-11 7 топ бастап бара жатқан 11 Рокки, 27 ол Лашын және 1 ма жоқ әлде 7 ма? Егер 1 болса 3 қара, 7 болса ғажап. Міне осы 3 тұлпар топ бастап бара жатыр. Арғымақтар ауыздықтарын қарш-қарш шайнап ағылып бара жатыр. Сіздердің назарларыңызда сол жүйріктер. Ал жүлдеге тігіліп отқан автокөліктің демеушілері бар. Реті келгенде олардың да атын атап өтейік. Атимов Оразалы, Миллер Николай, Оразбаев Сайлау, Бейсенбинов Амангелді, Байғазинов Ерғанат, Усин Нұржан, Бакишев Балғабай, Смағұлов Ерболат, Жүсіпов Қабдулла, Сейдахметов Ербол, Баймағамбет Қуаныш, Сәттібаев Қуат, Атимов Жандос, Чуденков Артем. Міне осы бас жүлдеге тігіліп отқан, 2 автокөлікке демеушілік танытып отқан осы азаматтар. Міне 2-ші айналымды аяқтап келе жатыр. 2 тұлпар топты бастап шауып келеді. Міне, қараңыздар, топ бастап келе жатқан 27 мен 7. 7. Ғажап, 27 Лашын. Топ бастап келе жатқан Семейдікі. Молдабай Ролан, Лашын, Рахымтаев Данияр, Манабаев Әнуар. Ал 7-ші нөмірдегі тұлпарымыз ол Қарағандының ғажабы Мәрден Жанболат, Сергіп Бекболат, бапкері иесі Автандил Әскеріп. Міне осы 2 тұлпар сіздердің назарларыңызда болу керек.
Қымбатты көрермен, назарларыңызда топтасып баратқан тұлпарлар. Біреуі ұзап шықты алдыға, үшеуі ізін алды. Топтан ұзап кеткісі келеді. Үшеу, төртеу алдындағы, үшеумен жеке кетіп баратқан төртеу сіздердің назарларыңызда. Ал топ болса ізін алып бара жатыр. Міне біздің алдымызға келгеннен кейін үш айналымда аяқтайды. Осы тұста бұған дейін бәйге алып жүрген жүзден жүйріктер бар ғой бұлардың арасында. Соның бірі әрі бірегейі Семейдің тұлпары. Соны атайық. Ол әрине Жезкиік Тисанов Әділдің арғымағы жүйрігі. Оған дейін қателеспесек екі бәйге түсіп, екі бәйгінің де бас жүлдесін ұтып алған еді. 50-ші нөмір, естен шығармайық. Міне төрт тұлпар, 11-ші нөмірдегі жүйрік сіздердің назарларыңызда 4-ші болып жүйрік келе жатыр. Топ бастап келе жатқан, әлі де сол біз айтқан 21, 27, 7, 11. 21-ші нөмірдегі покер топ бастады. 27 мен 7 де ізін алып келе жатыр. 27 мен 7-ні айтайық. Ғажап, 7-ші нөмірдегі 27-ші Лашын және 11-ші нөмірдегі Рокки. Осы төртеу топ бастап бара жатыр. Жиырма жетінші нөмірдегі жүйрік сіздердің назарларыңызда. Лашын бұл. Лашын 7-ші нөмірдегі Ғажап және 21-ші нөмірдегі алда кетіп братқан покер. Бұл 7 Ғажап. Сары бас киім киген шабандоз Ғажапты тізгіндеп бара жатыр. Мәрден Жанболат дейді. Мұны покердің шабысы сәл баяулап қалғанға ұқсайды. Бірақ әлі де төрт аяғын тең тастап келе жатыр. Жиырма бірінші нөмірдегі покер әлі де
Көріп тұрсыздар, топ бастап келе жатыр. Екінші топтан тым ұзап кеткенге ұқсайды. Қараңыздар, бір 600-700 метрге ұзап кетті екінші топтан. Жиырма бірінші нөмірдегі покер. Шабандозы Дамир Леспек, Астана қаласының арғымағы. Бірақ біз екінші, үшінші топтағы тұлпарларды естен шығармаймыз. Олар алдағы айналымдарда қарқынға қарқын қоса түсетіні анық. Покердің шабысы сіздердің назарларыңызда. Еркін көсіліп барады. Кең тынысты тұлпар екен. Мені артындағы тұлпарларды сіздерге бір көрсетіп қойып, қара қашықтығын біліп отырыңыздар. Міне қараңыздаршы, покер жеке дара кетіп бара жатыр. Біздің алып келе жатқан тұлпарлар бізге әлі де көрінбей тұр. Шамалап алсақ 700-800 метрге покер ұзап кетті. Покер 21-ші нөмірдегі керемет қарқын, керемет шабыс көрерменнің де ерекше ықыласына назарына бөленіп отыр. Өйткені 800-900 метрге топтан бөлініп шықты. Енді артындағы тұлпарлар қуып жету үшін біраз күш салу керек болады. Керемет, енді бүгінгі бәйге келіп отқан тұлпарлар да керемет. Ауа райы да өте қолайлы болып тұр. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес, орта температура. Нағыз бәйге аттарына керек ауа райы осы болса керек. Міне жиналған көпшілікте аламан бәйгінің арғымақтарына көз тігіп отыр. Қайсысы келеді, қайсысы бүгінгі бас жүлдені, қайсысы бүгінгі Иса Байзақов атамыздың 25 жылдығына арналған аламан бәйгіні жеңіп алады. Соны тағатсыздана күтіп отыр. Бақ шабама, бап шабама дейді қазақ осы тұста. Покер келе ма, жоқ әлде басқасы келе ма? Әзірге белгісіз. Әліптің артын бағайық. Көпшілік атбегілер болжам жасап отыр. Көпшілігі покерге жетіп алады деген ойда. Бірақ покер осы шабысынан жаңылмайтын болса, бас бәйгіні алуы бек мүмкін. Міне Павлодар облысының халқының атқа деген ықыласы ерекше екен. Жиналған жұрт көп, шамалап алсақ бір 5000-ға жуық халық дәл осы бәйгеге көз тігіп отыр. Ұйымдастыруында да мін жоқ. Сөреден аман-есен жүйріктеріміз шықты. Бәрі бір қалыпты, баладаман, аттаман жүйткіп бара жатыр. Енді тек бас жүлде кімге бұйырады, соны күтеміз. Назарларыңызда әлде сол покер. Покердің шабысын қараңыздаршы. Төрт аяғын тең тастап бара жатыр. Терлеп алған, тер шығарбаған. Әлі ешқандай шаршау белгісі жоқ. Покерді көріңіздер, қымбатты көрермен. Енді
Екінші топтың жүйріктерін де сіздердің назарларыңызға көрсетіп қойық. Қырық төртінші нөмірдегі тұлпарымыз ізін алып бара жатқанға ұқсайды. 44-ті атын атап түсін түстейік толағай. Үлкен Айдос Кенжебаевтар әулеті Абай облысының арғымағы. Покерді қууға кірісті. 19-12 бар. 19-12. 10 қаршыға, 9 бақадыр. 12-ші нөмірдегі жүйрігіміз ол Ғазиза. Біздің алдымызға келгеннен кейін покерге 3 айналым қалады. Міне. Бұрылысқа жақындап қалды. Шабысы жаман емес. Ал енді атбегілер ойланып отыр. Енді покерді қуамыз, басқа айла тәсіл жоқ. 3 айналым қалады. Енді осы шабысынан жаңылмайтын болса, қалғанына покерді қуып жетуге қиынға түседі. Міне покер назарларыңызда. Енді ізін алып келе жатқан жүйріктерді көрсетейік сіздерге. Қуып келе жатқан жаңа біз айтқан толағай ізін алып келе жатыр. Міне қазір сіздерге толағайды көрсетеміз. Ізін алып келе жатқан 44-ші нөмірдегі толағай тұлпар. Қуып келе жатыр, шабысы жаман емес. Үстіндегі шабандозы Әбдімөнсір Манап, Абай облысының арғымағы. Міне 44-ші нөмірдегі тұлпарымыз бұра тартты. Жаңа ғана біз айтқан толағай ғой бұл, Міне 10-ші нөмірдегі тұлпарыңызда шабысы жаман емес. Жаңа біз айтқан қаршыға ол да толағайдың ізін алып бара жатыр. Міне толағай қайта айналымға кіріп бара жатыр. Қайтадан бұра тартты. Бұра тартты. Міне покер бүгінгі бәйгедегі көптеген атбегілердің, шабандоздардың айла тәсілін бұзып жіберді деп айтсақ болады. Сақтайды, әдетте сақтайды шабандоздың барлығы. Бұл жолы покер алдыға ұзақ шықты да, қалғандары қууға мәжбүр болды. Көпшілігі соның салдарынан аттың күшін сарқып алды. Ал біздің покер әлі де сол қарқынмен жүйткіп келе жатыр. Мына қымбатты көрермен, 21-ші нөмірдегі покер жалғыз өзі соңғы айналымға кірді. Тоқтап қалмаса, покер сөзсіз бүгінгі бәйгенің жеңімпазы атанатыны анық. Мына покердің шабысы сіздердің назарларыңызда. Керемет тұлпар екен, керемет жүйрік екен. Енді покерге бүгін қандай сөз айтсақ та жарасады. Қазір айтайық, 24,5 шақырым болды ғой. Енді 25 шақырымға дейін топ бастайтын түрі бар. Тіл көзден аман болса, қазір 25 шақырымға да жететін түрі бар. Керемет тұлпар, керемет жүйрік. Бүгінгі бәйгінің арланы да, тарланы да, тұлпары да осы покер болатын түрі бар. Нұржігіт баптаған покер керемет шабыс көрсетіп келе жатыр. Нұржігіт бұған дейін зымыранды баптаған еді. Зымыран да дәл осындай шабыс көрсетіп, талай бәйгінің басы болған еді. Дәл сол өнерді көрсетіп келе жатқан покер сіздердің назарларыңызда. Міне,
бұрылысқа да жақындап қалды біздің покер. Әлі де сол 4 аяғын тең тастап, кең көсіліп келе жатыр. Ал бүгінгі Нұржігіттің орнына бапкерлік қызметті алған Ашкон бауырымыз рация арқылы Шабандозға кеңес айтып отыр. Басын тартпа, тақым тастама, осы қалыптан таңба деп отыр. Осы қалыптан таңбаса, қазір бірінші орын, яғни автокөлікті покер жеңіп алады. Міне, 500 метрлікке покер кірді. Покер арғымақ, покер жүйрік. Міне, жанкүйерлер де дәл осы покерге қарап, таңданып, тамсанып отыр. Осындай бір тұлпарымыз болса деген әрқайсының ішінде бір арман бар. Міне, покер жақындады, міне жүйткіп келе жатыр, мәреге жақындады. Сөзсіз бүгінгі аламан бәйгінің арғымағы, аламан бәйгінің жеңімпазы покер. Екінші келатқан тұлпарды естен шығармайық. Жаңа ғана айтып едік. Ізін алып келе жатқан Алауғыздың адымы жақсы деп. Алауғыз болса, екінші болып, мәреге қарай талпынып келе жатыр. Ол да алқынбай келеді, шаршамай келеді. Мүмкін покермен қатарласқанда бір жарысатын күші бар еді. Бірақ покерді тақымдағы Шабандоз бен бапкердің айла тәсілі бүгін мықты болды. Жекедер алып келді, ал Алауғыз болса, міне 4 аяғын тең тастап, мәреге екінші болып жетті. Құттықтаймыз. Үшінші келетін жүйріктерді іздеп көрейік. Көзіміз шалып тұрған жоқ. Демек бүгін тігілген 5 жүлденің екеуін ғана отып алған арғымақтар бар. Бірі покер болса, екінші Алауғыз. Осы покер мен Алауғыздың Шабандозын және бапкерлерін бүгінгі бәйгісімен шын жүректен құттықтаймыз. Осымен бүгінгі біздің эфир аяқталды. Қымбатты көрермен, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бәйгі төбеде жүздескенше дейміз. Аман болыңыздар. Шабандоз Жоламан, ат атауы Анатар. 5-ші орын. Астана қаласы. 4-ші орын. Астана қаласы. Шабандоз Мұратхан Арнат, ат атауы Барбара. 3-ші орын. Бедесу. Шабандоз Жоламан, ат атауы Қазна. 2-ші орын. Алматы облысы. Шабандоз Арыстанбек Ансар, ат атауы Қазмойын. 2-ші орын. Алматы облысы. 1-ші орын. Катон Қарағай, Шабандоз Тұрсын Сенім, ат атауы Моли. 1-ші орын. Катон Қарағай, ат атауы Моли. Шабандоз Тұрсын Сенім. Бас жүлде Жак автокөлігі. Ортақ шақырамыз. Аламан бәйгеде 2-ші орын иегері Жетісу облысы Шабандоз Жоламан, ат атауы Алауғыз. Жетісу. 1-ші орын Астана қаласы Шабандоз Дамир Леспек, ат атауы Покер. Бас жүлде автокөлік. Бас жүлде Астана қаласы, ат атауы Покер. Марапаттарыңыз құтты болсын.